Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді цезарь салатына ұқсайтын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауығымыздың төс етін жуып, осындай пленкасын алып тастаймыз. Бізге осы кішірек бөлігі жеткілікті. Көбірек адамға жасайтын болсаңыз, көбірек пайдаланасыз. Тұздаймыз. Және де копченая паприка қосып ысқылаймыз. Копченая паприка болмаса, жай паприка пайдалансаңыз болады. Ысқылап алған соң, алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкада 30-35 минут пісіріп аламыз. Одан бөлек бізге осында айсберг қажет болады. Сіздерде айсберг сатылмайтын болса, пекин капустасының жапырағын пайдалансаңыз болады. Оған болгар бұрышын ұсақтап турап қосамыз. Және де піскен тауығымыздың төс етін осылай бірінші әдемілеп қиғаштап кесіп аламыз. Жартысын оны біз бетіне қоямыз, қалғандарын кесіп, ұсақтап турап салаттың ішіне араластыратын боламыз. Одан бөлек бізге осындай қызанақ қажет болады. Менде қызанақтың сорты лимонка. Етті өте дәмді, суы ағып кетпейтін сорт. Осындайды пайдалануға кеңес беремін. Бір қызанағымызды осылай турап алдық, екіншісін ұсақтап турайтын боламыз. Сақтап турағанымызды салатымызға қосамыз. Одан бөлек бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Бір жұмыртқамызды осылай ортасынан бөліп, шет-шетіне қоятын боламыз. Екінші жұмыртқамыздың жартысын ортасынан бөлеміз, қалғандарын сақтап турап, салатымызға қосатын боламыз. Салатымызға майонез қосамыз. Мен майонезға қара бұрыш және де кориандр қостым. Бәрін жақсылап араластырып алдым. Осылай жақсылап салатымызға салып араластырамыз. Ыдысымызға салып, шет-шетіне қызанағымызды, жұмыртқамызды қойып әдемілейтін боламыз. Пісіріп кесіп алған тауығымыздың төс етін қоямыз. Бетіне кішкене кергеш кесепсеңіздер болады. Қалған салат басқаша әдемілеп салатын боламыз. Салатымызды ортасына үйіп салып, бетіне Pringles чипсын қоямыз. Ортасына мен осындай салат жапырағын қойдым. Салаттарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға қарай әдемілеп жасасаңыздар болады. Ұнатқан заттарыңызды да қоссаңыздар болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздердің жанұяңызға, қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайтын салат. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Рецептерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда сіздерге жаңа рецепттен хабарлама келіп тұратын болады.